сәлеметсіздер ме? Ең бірінші Google'ге госреестр деп жазып, содан кейін мінекей бастапқы беті осылай шығады. Реестр государственного имущества e-казна.kz деп. Яғни тіркелуіңізге де болады, және тіркелмей иіңізді жазып та өзіңізге анықтаманы алуға болады. Ең бірінші бастапқы бетінен астына өтеміз. Сол кезде реестр договоров найма объектов государственного жилищного фонда. Яғни осыған кіреміз. Егер де сіз мемлекеттік тұрғын үй төлемақыны алатын болсаңыз, осы құжатты тапсырасыздар. Және де бұл құжат міндетті түрде керек болады. Мінекей кірдік. Содан кейін электронные сервисы дегенді табасыз. Справка по нанимателю дегенді басасыз. Яғни бізге анықтама керек. Содан кейін 4 шаг болады. Бірінші, өзіңізге ма, әлде балаңызға ма? Соны таңдайсыз. Яғни мен для себя деп таңдаймын. Егер балаңызға таңдасаңыз, онда балаңыздың үйін, содан кейін өзіңіздің үйіңізді тересіз. Ал мұнда тек қана өзіңіздің үйіңіз болса болды. ЕЦП ключті алдын ала дайындап қойыңыздар. Яғни үйінді теріп, далее дегенді басып отырамыз. Содан кейін выбрать сертификат ЕЦП из файла, яғни ЕЦП кілтімізді қай документтердің арасында тұр, соны таңдаймыз. Содан кейін қараймыз, яғни бізде 2 кілт болады. Ең бірінші ауыз РСА деген, яғни бірінші тұрған әріпімен басталғанды бірінші таңдаймыз. Содан кейін пароль тереміз. Екінші ол РСА, яғни подписать етеміз. Бірінші ол бізде өзін данныйлар, екінші ол подписать деген сөз. Сосын парольді тереміз. Парольді міндетті түрде жазып дайын отырыңыздар. Содан кейін, яғни сізге результат барлық болғаннан кейін, подписать еткеннен кейін результатты дайындайды. Егер ақпарат пайдалы болса, тіркеліп лайк басып өтіңіздер.